Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін міне автокөлікке орнатылған Android магнитолаға алдыңғы бейне бақылау камерасын орнату жөнінде қысқаша видео нұсқаулық жасаймыз. Bir ағамыздың сұрауы бойынша, бәлкім сізге де керек болар. Бейне бақылау камерасын USB арқылы Android магнитолаға жалғадық. Содан кейінгі қадам меню файлға кіреміз. Файлда міне USB 2 деген бөлім бар. Сол бөлімге кіреміз. Шамалы күтеміз. Бейне бақылау камерасының ішіне кірді. Осының ішінде өзінің зауыттық бағдарламасы бар. Осы бағдарламаны орнатамыз. Android магнитолаға үстінен басамыз. Установить батырмасын басамыз астыңғы жағында. Шамалы күтеміз, орнатылып жүргізілуде. Осы кезде бізде міне терезе ашылады. Яғни бұл бағдарламаның танымағасын қауіпті болуы мүмкін деген ескерту. Подробно батырмасын басамыз. Астында міне все равно установить. Бәрібір орнатамыз деген батырманы басамыз. Ары қарай орнатылу жалғастырылады. Орнатылу сәтті аяқталды. Содан кейінгі қадам открыть батырмасын басамыз, яғни ашу. Бейне бақылау камерасына кірді, қосылды. Міне түнгі режимде түсірілім жүргізілуде. Сол жақ шетінде баптаулар бар. Баптаулар мәзірі міне осы жерде. Мына яркость, яғни жарық. Жарығын өзіңіз ыңғайлы қылып қойып аласыз. Тағы бассақ, міне ашылады. Яғни астында баптаулар мәзірі. Одан кейін бізде play батырмасы бар. Play батырмасын бассақ, жазылған бейне материалдардың тізімі шығады. Бізде қазір жады жоқ. Сақтау жадысы, яғни флеш картасы. Сондықтан шықпай тұр. Кейін тағы көрсете кететін нәрсе, мәзірге кіреміз де тағы батырманы басамыз. Сол кезде бізде экранның бұрышынан ашылады. Неке қалаған жеріңізге қойып, әуен болсын, басқа бағдарламалар болсын, ашып қолдана беруге болады. Қосымша. Жалпы бұл орнатылған бағдарламаның аты қазір көрсете кетеміз. Неке HD Drive. Сынам қызыл белгімен көрініп тұр. Бейне бақылау камерасының белгісімен. Осы бағдарламаға кіріп, кез келген уақытта ашып көре аламыз. Осылай бауырлар, бәлкім керек болар. Сол себепті бәріңізбен бөлісіп жатырмыз. Қолдау көрсетіп, арнаға жазылып, үлепел баса отырыңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша аман саулықта болайық.